Баршаңызға сәлем. Бүгін сгущенкадан пирог жасаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаны алып, оған бір банка сгущенкамызды қосамыз. Жұмсақ сары май және аздап қана сүт құямыз. Бір ас қасық крахмал. Содамызға уксус құйып аламыз бірінші. Содан кейін оны қосамыз. Және ең соңында ұнымызды қосамыз. 250 грамм. Жақсылап араластырамыз. Осындай қою қамыр шығады. Оны формамызға салып аламыз. Менде форма 22 сантиметр. 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Піспегенін осылай ағаш таяқша арқылы көруге болады, яғни құрғақ болса пісті деген сөз. Ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.